Сабақтың тақырыбы жердің қабаттары және олардың құрамы. Оқу мақсаты жердің қабаттары және олардың құрамдас бөліктерін сипаттау. Өткен тақырып бойынша бір тапсырма орындап тырысамыз. Оқушылар назар аударыңыздар тақтаға. Бірінші тапсырма өткен тақырып бойынша жердің құрылысы сипат беретін боламыз. Осы суретке қарап тұрып, жердің құрылысын анықтаймыз. Осы өзімізді бір-бірін бағалаймыз. Жұптық жұмыс бір-бірін бағалау. Назар аударыңыздар тақтаға. Егер 6 жауаптарын дұрыс болса, өте жақсы. 5 жауап дұрыс болса, жақсы. 4 пен 3 болса орташа, 2 мен 1 болса қанағаттанарлықсыз. Оқушылар назар аударыңыздар, осы бағалаудың критериясына қарап жіберіңіздер. Сабақ тақырып жердің қабаттарын біз анықтайтын боламыз бүгін. Сонымен егер жердің құрылысын кескін қарасақ, осындай жердің құрылысын анықтайтын боласыздар. Қарап жеріңдер, әртүрлі тау жыныстары болады. Оның тау жыныстары шөгінді, магмалық тау жыныстары көретін боламыз, және қалдық тау жыныстарды көретін боламыз. Жердің кескінін қарағанда біз анықтаймыз бірнеше жер қыртысының қабаттарын. Оқушылар, жер қыртысы 2 түрде болады, кешіріңіздер. Материктік жер қабығы және мұхиттік жер қабығы болады. Егер материктің жер қыртысын қарағанда, олар 3 қабатқа бөлінетін болады. Осы кескінді қарағанда анықтайтын боламыз шөгінді, граниттік және базальттық қабат. Мұхиттің жер қыртысын қарағанда біз анықтаймыз 2 қабатын ғана анықтайтын боламыз. Ол шөгінді және базальттық қабат. Граниттік қабат мүлдем болмайды. Сонымен жер қыртысы ол литосфераның жоғары қабаты. Литосфераның жоғары қабатты неліктен айтатын боламыз? Қай сөзден шыққан сендер жоғары сыныпта оқитын боласыңдар. Сонда да сендер назар аудару керексіңдер. Жер қыртысы болатын материктік және мұхиттік. Материктік неліктен айтатын боламыз? Материктің жер қыртысының астында жататын болады, көбінесе таулар жататын болады, және тұрақты қозғалмайтын жер бедерінің бір түрі, мысалы жазықтар. Материктік жер қыртысы 3 қабаттарын анықтаймыз. Шөгінді, гранит, базальт. Бір ерекшеліктері бар. Жер қыртысы материктік пен мұхитті бір айырмашылықтары. Айырмашылығы болғанның қалыңдығын. Жазықтың астында қалыңдығы 25 пен 45 километр. Таулардың астында қалыңдығы анықталған болды 75 километр. Мұхиттың айтқанда шөгінді базальттық қабаттар анықталған, және оның бір ерекшелігі, материктік жер қыртысының бір ерекшелігі, айырмашылықты айтуға да болады, қалыңдығы 5 пен 10 километр ғана анықталған. Жер қыртысы қозғамалы құрылым. Жер қыртысының ажырауынан немесе ұлысынан жер бетінің тербелісін туындатып, одан жер сілкінуі пайда болады. Сонымен жер сілкіну деген қандай анықтама беруге болады? Жер сілкінісі, жер асты дүмпу күштерінің әсерінен жердің беткі қыртысының тербелуі. Осын тақырып бойынша қазір бір екінші тапсырманы істеп тырмысамыз. Мысалы, мынау тапсырмада жазылым тұр. Материктік жер қыртысы және мұхиттің жер қыртысының ерекшеліктерін анықтаймыз. 2 сурет бойынша қарап жеріңдер. Оң жағында орналасқан мұхиттік жер қыртысы, сол жағында орналасқан материктік жер қыртысы. Сендердің бір үлкен мақсаттарын, осының ерекшеліктерін анықтау керексіңдер. Оны бәрі орындағаннан кейін, осы дискреттор бойынша сендер
өздерінің жұмыстарын тексеріп жүріңіздер. Сонымен осы жұмыс істегеннен кейін, тексергеннен кейін дескрипторға қарап тұрып, өздеріне плюс қойып жүріңіздер. Егер бәрі дұрыс болса, 4 балмен анықталатын болады. Оқушыларым, осы сабақтарымыз аяқталды. Сау саламат болыңыздар.